Аянды айтпаппын ғой жаңа, аянды. Аянды мен не ғой, жақсы. Мейлі енді. Так, соны айтам дедім, тағы не айтам дедім. Болды ғой, вроде нормально, Балалық шағыңызға қысқаша шолу жасап барыңыз. Енді менің балалық шағым сол кездегі Ленгір ауданы Қызыласкер ауылында туып өстім, қазіргі Төле би ауданы Аққұм ауылында. Ол бір керемет ауыл, таудың бөктерінде орналасқан, жап-жасыл, жемісті, сондай бір керемет ауылда туылдым. Енді ол кезде балалық шағым өте керемет еді деп айта аламыз. Оны сол жас кезде оған баға бере алмайсың, бірақ қазір қарап отырсақ, ең бақытты кездеріміз сол бақытты балалық шақ екен. Себебі біз ол кезде көп интернет деген қазіргідей болған жоқ. Уақытымыздың көбін суда шомылып, бізде үлкен бір өзен ағып жататын, сонда шомылып, немесе қыс болса қар қалың болатын, өте қалың қар түсетін таудың бөктері болғаннан кейін, қазіргі Аққұм ауылында, жаңа Ленгірдің жақын жерде. Енді сол қыс болса шанасымен сырғанап, жаңағы мұз қататын, бір жарты метрдей, одан да қалың мұз қататын, соның бетінде коньки ойнап, шаңғы теуіп, солай өстік. Үйге келе жатқан кезде, жаңа мектептен келе жатқан кезде қардан бойымыз көрінбей қалатын, сол қардың. Сондай керемет, арай керемет болатын. Жаз болса, жаңа айттым ғой, суға түсетінбіз, балық аулайтынбыз, азан кешке дейін суға түсіп, одан қалса үйдегі бар кір деген нәрсе тұрмайтын. Үйдегілерге кір жуамыз деп кетеміз де, сол кірімізді жуып, тағы да сол кешке дейін судың ішінде балықша жүзіп, сол уақытымыздың көбісі солай өтетін. Ал енді сабақтан басқа біз сол көп кітап оқыдық ол кезде. Кітап жақсы оқитын едік енді. Қандай жанрға қызығасыз? Енді көбіне сол әдеби жанр, көбіне сол атақты ақын жазушылар, өзіміздің Мұхтар Шахановтың өлеңдерін, Фариза Оңғарсынова, Мақатаев, Қасым Аманжолов деген сол кездегі ұлы ақындар, солардың кітаптарының бәрін өлеңдерін көбін сол кезде мен жатқа білетін едім. Әлде де біраз есімде қалғандары бар. Мынау ресейлік ақындар Есенин, Блок, Мандельштам, Цветаева, Лейла Ахмадуллина деген сияқты ақындарды мен көп оқыдым. Нұршайықовтың кітаптарын, сол кездегі Дулат Исабековтың кітаптарын, одан қалса жаңағы шетелдік көп өте кітаптар болды ғой, көп оқыдым. Остров сокровищ деген кітаптар есімде қалды, Граф Монте-Кристо. Енді сол кітаптың бәрін сол балалық шағымызда оқыдық. Кітап оқығанды жақсы көрдім. Сізге физика саласын таңдауға, яғни ғылым жолына түсуге не түрткі болды? Енді мен қай уақытта өзіңіздің қызығушылығыңыз? Менің қызығушылығым маған менің мұғалімдеріме байланысты болды. Физикаға қызығушылығым. Себебі осы педагогикалық институт еді, сол бітіріп келген жас ағайымыз мен апайымыз осы жердің түлегі екен. Солар екеуі ерлі зайыптылар келіп, екеуі де физикадан беретін. Сол кісілер енді екеуі де мықты болды. Білімдері де жақсы болды. Сол екеуіне қызығып, сол физикаға деген кішкене менің нем ашыла бастады, қызығушылығым ашыла бастады. Бірақ мен мектепті бітіргенде мен физик болам деген жоқпын. Менде таңдау болды, мен әртіс болғым келген. Енді ол кезде әртістікке үлкен адамдардың көзқарасы мүлде ерекше ғой, басқаша болды ол кезде. Ешқандай да әртіс болмайсың деп, мен басқа мамандықты таңда деді. Одан кейін мен заң маманы болғым келген. Заң маманында өзінің түсудің өте қиындықтары болды. Ол кезде 2 жыл іс тәжірибе керек болды. Одан кейін барып ол жерде бір орынға бір 20 шақты адам болатын. Бір орынға, одан көп болмаса конкурс. Сондықтан ол жерге түсу мүмкіндігін көрмедім де, тағы да сол физикаға тапсырып көрейін деп, Қазақ ұлттық университетінің Алматыдағы, ол кезде 2-ақ университет еді ғой, біреуі Қазақ ұлттық университеті Алматыдағы, содан кейін біреуі Қарағандыдағы университет. Сол өзі ең еңселі де, ең
жаңағы бірден бір университет, сол Қазақ ұлттық университетінен көрейін не де болса бағымды деп соған тапсырып көрдім. Бірақ сол физикаға деген сүйіспеншілігім, қызығушылығым болған шығар сол кезде. Мен түсіп кеттім. Бірақ ешкім сенген жоқ сол кезде сол университетке өз күшіммен түсем дегенді. Мен бәрі мүмкін емес деп, енді ол кезде әртүрлі нәрселер болды, тамыр деген сияқты. Бірақ енді бір орынға сол кезде 6-7 адам болып тұрды. Физикаға көп емес, енді басқалармен салыстырғанда математика себеп қиын ғылым ғой. Сондықтан сол 7 адамның ішінен әйтеуір өтіп кетіп, сол казгудың физика факультетінің студенті атандым. 83 жылы болған. Сіз қандай жоғары оқу орындарында білім алдыңыз? Жаңа айтып отырмын, сол мектепті ауылда бітіргеннен кейін, сол мектепті Алматы қаласына келіп, сол Қазақ ұлттық университеті жаңағы соның физика факультетін бітіріп шықтым да. Оны бітіргеннен кейін маған жолдамамен, ол кезде жолдама дейтін болатын. Міндетті түрде 3 жыл жаңағы университеттің берген жолдамасымен қайда жібереді, сол жерге барып жұмыс істеп қайту керек болатын. Енді сол кездегі Гурьев, қазіргі Атырау қаласындағы педагогикалық университетке оқытушы етіп жіберді. Мен ол жерге бардым, 1 жыл жұмыс атқардым. Бірақ маған жаңағы сондай керемет ауылынан кейін, сондай табиғаты керемет ауылынан кейін, әсем Алматымыздан кейін ол кездегі жаңағы Гурьев қаласында маған өте қиын болды. Жаңағы табиғаты маған жаңағы қатал, табиғаты өте қатал. Маса деген өте үлкен, көп, батпақ, жаңбыр жауса батпақ алып кетеді. Жасыл өсімдіктер жоқтың қасы. Мен көңілім құлазып 1 жылдан кейін жылап жеңіліп дегендей қайтуға тырыстым. Сонымен елге қайтып келдім. Қайтып келгенде де маған жаңағы 3 жылында отработка жасамай қайту қиын болды. Бірақ мен өз күшім 1 жылдан кейін открепление алып қайттым. Енді ол кезде де өте маған жолымда өте үлкен жаңағы өте сондай мейірімді, өте бір шыншыл, әділ адамдар да көп кездесті деп ойлаймын. Менің бағыма сол кезде Қазақ технологиялық институты болған үлкен институт. Сол институттың ректоры Михаил Касымович Наурызбаев деген кісі болған екен. Сол кісіге сол жаспын әлі 21-22-де өзің қабылдауына отырып, жазылып, қабылдауына ол кісі қабылдады. Жастардың бәрін қабылдайды. Сол кісі қабылдап, өзімен жеке сөйлесіп, пікірімді тыңдап, жаңағы өзім не қылып, мен сізді физика кафедрасына қабылдаймын. Келіңіз деп өзі шақырып, сол физика кафедрасына келдім. Енді ол кезде де білесіз, өте жоғарғы оқу орындары көп емес. Осы қалада 2 жоғарғы оқу орны болатын, мүмкін 3 болатын. Медициналық институт, осы педагогикалық институт және химия-технологиялық институт, сонымен барған. Сол жерге енді қабылдады мені. Сөйтіп, сол өмір жолымда жаңағы Гурьевтен бастадым. Содан ары қарай мен осы 41 жылдан асты. Мен осы жоғарғы оқу орындарында қызмет атқарып келдім. Сіз көп елдерге шығасыз, мемлекеттерді көресіз. Сол кезінде осы біздің Қазақстанмен олардың артықшылығы мен айырмашылығы және ол елдерге сіз қалай бардыңыз? Саяхаттап бардыңыз ба десем, егер конкурстардан бағдарламаларды ұтып алып бардыңыз ба, қалай бардыңыз? Енді мен шетелдерге әртүрлі жолдармен бардым. Мен бірінші сол бағдарлама Қазақ түрік университетінде мен жолдасым сол жаққа қызмет ауысқаннан кейін мен сол жаққа баруға тура келді де, сол халықаралық қазақ түрік университетінде жұмысқа орналасып, отбасымен сонда жүрген кезде сондай бір конкурстар болды. Сол бірінші жаңағы Түркия еліне конкурсты жеңіп алдым. Дайындалып, тіл бойынша дайындалып, 2 апта емес, 20 күннен астам, 22 күн ба, 23 күн ба, сол Түркиядағы Қажетtepe университетіне жаңағы тәжірибеден өтуге бардым, тіл бойынша. Сол жерде 22 күн сол жақта болдым, Түркияда сол кезде. Одан кейін 14-ші жылы тағы да сол тілдер бойынша, ағылшын тілі бойынша тағы да бір конкурсқа қатыстып, онда жаңағы жеңіп алдым. Тілді меңгеру сол кезде бір сондай бір
міндет болды, бір міндет етіп қойылды. Соған жаңағы онда да сол курсқа қатысып бір 2 жыл бойынша сол жеңіп алып, сол Англияның Норвич қаласындағы Найл университетінде жаңағы тоже 2 апталық тілдер курсынан өтіп қайттым. Одан кейін көптеген елдерде болдым. Ол енді өзім жаңағы саяхат жасап бардым. Мен өйткені саяхат жасағанды өте жақсы көретін адаммын. Себебі қазақта да айтады ғой, есің барда желіп жүріп ел таны дейді. Сол әр елдің жаңағы мәдениетін, білімін, жаңағы адамдардың жаңағы зерттеу маған үшін өте қызық. Оларды қазақ тілімен салыстырып, иә, салыстырасың ғой. Қазақтарды, Қазақстанды, елімізге деген сағыныштар болды ма? Әрине. Әрине, ондай сағыныш енді былтыр 4 ай болашақ бағдарламасымен жаңа тағы да Түркия елінде болып келдім. Мен басқа елдерге де баруға болушы еді, алайда енді мен отбасылы адам болғаннан кейін, балаларым, немерелерім болғаннан кейін сол алысқа бармай, жақын жерден деп сол Түркия елінде болашақ бағдарламасында барып келдім. Соның өзінде 4 айда мен қатты сағындым елді. Қатты сағындым. Елдің ерекше ғой. Енді отбасыңыз жайлы айтсаңыз. Енді отбасы, мен өзім қарапайым отбасында өмірге келдім ғой. Жаңа әкем деген өте керемет кісі болатын. Анам өте білімді кісілер еді. Мен солар туралы кішкене айтқым келеді, отбасыма айтқан кезде әке-шешем туралы. Енді олардың менің есімдегі ең бір қалған нәрсесі, өте оларда бір сондай білімге қызығатын кісілер еді. Жаңағы жоғары білімдері болмаса да, екеуі күнде ол кезде Жұлдыз журналы, Жалын журналы, яғни солардың бәріне жазылып, екеуі кезектесіп бір-біріне оқып отыратын. Оны біз қасында тыңдап отыратынбыз. Өйткені телевизор бар болса да, жаңағы кітап басқаша болатын. Телевизорда 2-3 канал көрсететін еді ғой, көп бәрі көрмейтін едік. Сол бір-біріне көп кітап оқитын. Көп жаңағы кітаптарды оқып отырады, біз қасында соны тыңдап өстік. Одан қалса біз ол кезде жұмыс көп қой, енді алды жерде жүн түтетін болсақ, мақта түтетін болсақ, тағы да басқа жұмыстар анамыз қасымызға шақырып алып, бәрімізді жаңағы үйде 4 қыз 2 ұл болды. Жаңағы ұлдарымызға дейін анамыздың жаңағы әңгімесін, ертегі әңгіме, аңыз өте әдемі айтатын. Соны тыңдау үшін бәріміз келіп көмектесіп отыратын едік. Ал анамыз болса бізге сондай бір аңыз әңгімелерді айтып, жаңа оқыған нәрселерін айтып, солай өстік енді. Білімге бір жағынан құштарлығымыз сол жақтан келген шығар деп ойлаймын. Ал одан кейін қазір енді жолдасым бар. Неше жаста тұрмыс? Мен 27 жастан, 28 деп почти 27-дан асқан кезде тұрмыс құрдым. Себебі мен осы қазақ химия технологиялық институтында істеп жүрген кезде, енді жаңа айттым ғой, енді мен шет жақтан келгеннен кейін маған да кішкене қыспақ болды. Өйткені қазақ жүрген жер сондай, айтпаса тағы да болмайды, сондай болды. Өйткені мен таныссыз, тамырсыз былай келгеннен кейін бәрі мен ректордың туысы танысы деп жаңағы солай қабылдады. Одан кейін маған Михаил Касымовичтің өзі айтты, сен мен туысқаным деп жүрген шығар, сен барып оқып кел, аспирантураны оқып келгеннен кейін саған ешкім тісі батпайды, оқып қорғап кел деп, сол кісі мені әлде де енді сол кісінің енді ризашылығым, енді сол жіберген мені Мәскеу мемлекеттік университетінің жаңағы тәжірибеден өтуге жіберді. Сол жақта мен 2 жылдай тәжірибеден өттім, 2 жыл, 1,5 жыл. Себебі бұл кезде міндеттеді, жаңа аспирантураның алдында тәжірибеден өту керек еді. 1,5 жылдай сол тәжірибеден өтіп, содан кейін мен аспирантураға түстім. Сол Мәскеу мемлекеттік университетінің химия факультетіне түстім. Не себепті химия факультеті? Себебі олар физика-химиялық зерттеулер жасайтын еді. Біздің физикамен байланысты болған екен. Сол факультетке түсіп, сол жерде оқыдым. Ал енді жаңағы отбасына келгеніміз дегенде, сол жерде оқып жүрген кезде тұрмыс құрдым. Сол Мәскеу мемлекеттік университетінде оқып жүрген кезде жолдасым болса Қазақ химия технологиялық университетінде істейтін. Ол кісі де менің артымнан жаңағы іс-сапар алып, жаңағы стажировка дейді, соны алып, сол жаққа барды. Сол үлкен ұлым сол Москвада туылды, сол жерде дүниеге келді. Сол үлкен ұлым дүниеге келгеннен кейін
мен енді жұмысымды бітіріп қойған жұмысымды енді баламен ары қарай қорғауға шығу оңай болмады. Ол кездегі 92-ші, 93-ші, 94-ші жылдар енді кімнің есінде болса өте қиын жылдар болды. Өте қиын жылдар. Еліміз үшін де, жалпы жаңа ол кезде перестройка дейді ғой, яғни қайта дәуірлеу замандары болды. Магазиндерде тамақ, ешқандай тамақ болмады. Даже сабын деген, элементарный енді кейбір нәрсе деген болмады. Сондай нәрсе. Сондай жылдар болды. Дәл сондай уақытта енді Москвада оқып білім алған. Ал енді елде де сол кезде 94-ші жылдар балам дүниеге келгесін, елге қайтуға тура келді. Айтты, жолдасым айтты, елге барғаннан кейін жаңағы балаң кішкене өсіп, жаңағы енеңе тастарсың, сөйтіп қайтып келіп қорғайсың деген. Алайда келгеннен кейін жаңа әртүрлі жағдайлар айтып отырмын ғой, енді өте айлық деген берілмейтін, айлық деген берілмеді, берілсе де өте мардымсыз, ол еш нәрсеге жетпейді. Мен есімде жолдасымның алған айлығы өзінің жұмысқа барып келіп, жаңағы сол бір тамақтанудан артылмайтын. Сондай да кездер болды. Сол себептен болар ма, жолдасымның әкесі, яғни атам айтты, ешқандай да бармайсың оқуға. Осы оқығаның жетеді, сен енді қорғап, менің баламды асырамай-ақ қой. Или кішкене баламен жаңағы күйеуің, или сол оқуың таңда деді. Енді мен отбасын таңдап қалдым. Сонымен Москвадағы 4 жыл, 5 жылға жуық еңбегім қалды Москвада. Бәрі дайын еді қорғауға, шығуға болушы еді. Сол әртүрлі жағдайлар себеп болған шығар, бұйырмаған шығар. Мен қорғауға бара алмай қалдым. Отбасын таңдап қалдым. Одан кейін де екінші ұлым дүниеге келді. Қызым бар. Сонымен семьяда сол 2 ұл, 1 қыз асырап өсірдік. Қазір енді солардан 4 немерем бар. Қызым әлі оқып жатыр, соңғы курсында. 2 ұлдан сол 4 немереміз бар, Аллаға шүкір. 2 ұлым да қазір жоғарғы білімді. Мен жаңағы бір ұлым, мен армандаған жаңағы заң қызметінде болып жұмыс жасайды. Үлкен ұлым жаңа тіл маманы, ол да бір шетелдік компанияларда жұмыс жасайды. Қызыңыз оқып жатыр ма? Қызым, Алматы менеджмент университетінің соңғы курсында оқып жатыр. Биыл бітіреді. Ғылыми жұмыстарыңыздың ең үлкен жетістігі, немесе сіз үшін ең маңызды жаңалық қандай болды? Енді менің ғылыми жұмысым, сол мен 2010-да қорғадым, 2007-2008-ден жас басталдым ғой. Сол кезде елімізде кредиттік жүйеге өтіп жатты. Кәдімгі дәстүрлі жүйеден кредиттік оқыту жүйесіне барлық жоғарғы оқу орындары өтіп жатты. Мен сол кредиттік оқыту жүйесін зерттеп, талдап, жаңағы сол бағытта жазған, алғашқы жазған ғалымдардың бірімін. Сол болды мен қосқан жаңалығым деп айта аламын. Қазіргі таңда сіз көптеген шәкірттер тәрбиелеп өсіріп жатсыз, соның ішінде шәкірттеріңіз туралы өзіңіз қысқаша айтып берсеңіз. Енді мен ұзақ жылдар осы жоғарғы оқу орындарында істеп жүргеннен кейін, яғни бітірген шәкірттерім көп. Енді оның бәрі бірі есімде, бірі қалса бірі жоқ, бірақ мен осы жерге келгеннің өзінде менің шәкірттерім, Ақылбек, осы жерде сіздің танитын, Жанара, өзіңде де мен сабақ беріп оқытқан. Сол дипломдық жетекшілік еткен шәкірттерім, Ақылбек мысалы, мен дипломдықта жетекшілік етіп өздері таңдады. Кейін магистратураға түскенде де Жанар екеуі апай біз сізден жаңағы қайтадан магистрлық жұмысымызды жалғастырғымыз келеді деп. Ораз Альмира деген қыз бар еді, ол да дипломында менде жазды, кейін магистрлық жұмысында енді сізден алайық деп, сол магистрлік жаңа дипломдарын алып, қазір олар да өздері қалаған жұмысын істеп жатыр. Студенттеріңіздің қызық естеліктері есіңізде ме? Мен дәл солардан қызық білмеймін, бірақ мен бір қызық естелігім, мен жас кезімде жаңағы айттым ғой, бір 22 жасында мен уже университетке сабақ беруге бардым. Ол кезде институт еді, жаңағы Атырау. Сол кезде менің студенттерім менен 40-тан асқан кісілер
болатын. Солар апай 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 деп жүргенде сол бір қызық заман еді енді. Қазіргі ғылым мен білімнің дамуы сізді қуанта ма әлде алаңдатады ма? Алаңдатады. Қай жағы? Алаңдатады дегенде, енді қазір арасында жастар да көп, білімді жастар. Негізі қазақтың жастары өте білімді. Мен енді былай салыстырамын ғой, қазақтың жастары білімді, басқа халықпен қарағанда өте білімді. Бірақ енді қазір мемлекетімізде бір әттеген ай дейтін, менің көңілім толмайтын біраз жағдайлар бар. Мен білімді деп айтатын себебім, мен өзім бітірген кезде жаңағы Казгуде түстік, 125 бала болып түстік. 4-5-іне қабылдайтын бағыт бойынша 2 қазақ тобынан, 2 орыс тобынан, 1 жаңағы ағылшын тобынан. Солардан біз 125 баладан бір 60 балаға жетер-жетпес бала бітіріп шықтық. Себебі білетін балдарды оқи алады, арқылы бірдеңе шығарады деген балдарды алып қалатын да, басқасының бәрін қайтарып жіберетін. Оңай болмады оқу ол жерде, өте қиын болды. Қалай қиналдық біздер. Басқа мамандықтың балдары бәрі жаңағы киноға барып қыдырып нетіп жүрген кезде біз есеп шығарып отыратын едік. Шыны керек, жаңағы өте қиын болды бізде. Оңай деп айта алмаймын. Қаланың балдарына сәл де болса жеңіл болған шығар. Бізде қиын болған себебіміз бәрін орысша оқыдық. Қазақ тобына түскенімен бәрін орысша оқыдық. Орысша әдебиеттердің бәрі орысша. Қазақша ештеңе жоқ оқитын. Сондықтан қиын болды. Бізді оқи алмай бітіріп кеткендер сол кезде педагогикалық университет, қазақ қыздар педагогикалық университетіне барып, сол жерде керемет бітіріп шықты. Сол жақтан білім алып шықты. Ал енді сол кезде бізде білім өте жоғары деңгейде болды деп айта аламын. Мен бірақ бір-екі мысал айта аламын. Менімен бірге оқыған Молдажанова Гүлжан деген қызымыз қазір Москвадағы Дерипаска деген олигархтың үлкен алюминий заводы бар. Самолетке дейін шығарады олар. Годовой доходы 16 миллиардтан жоғары, доллардан жоғары. Соның генеральный директоры. Жакиш Мұхтар Казатомпромның жаңағы кезінде басқарды ғой. Соның қол астында Қасабек басқарды екен. Соның бәрін бізбен оқыған. Біздің физика факультетін бітірген, біздермен қатар оқыған. Көп, тағы бір баламыз бізде прям керемет оқыған жоқ, бірақ ол кейін жаңағы Америкадағы жаңағы үлкен бір ғылыми институттың директоры болды. Жаңағы астрономия жаңағы бағыттағы институттың директоры болды. Енді сондай жастар бізде әлде де көп. Соларға енді мемлекет жағынан қолдау болса, олар шетелге кетпесе. Көрдіңіздер ме, біздің қандай нелеріміз, мен көп адамды айтпаймын, кейінгілерді, мен өзіммен оқығандарды айтып отырмын. Гүлжан келді самұрық қазынаға істеуге, бірақ істей алмай кетті. Себебі істетпеді сол кезде жүйе. Білесің Мұхтар жаңағы Жакиштің жағдайы қандай болғанын, Казатомпромды қалай әлемдік деңгейге жеткізді, бірақ кейін қалай болды. Жаңағы баламыз Дархан неге ол шетелде сондай бір астрономиялық зерттеу университетін басқарып отыр. Ондайлар өте көп. Ол менің танитын жаңағы курстас екі шақ. Енді солардың бәріне жағдай жасалса, солардың бәрі өзіміздің елімізде қалса, мен ойлаймын, біздің қазақстанымыз сол әлемдік деңгейге шығады. Қазақтың жастары өте талантты, дарынды, білімді. Бірақ соларға қазір үлкен бір қолдау керек. Шетелге жібермеудің жағдайын жасау керек. Менің ойым сол. Егер де уақытты артқа қайтару мүмкіндігі болса, қандай шешіміңізді өзгертер едіңіз? Енді өткенге өкінбе дейді ғой. Мен бақыттымын деп ойлаймын өзімді. Менің адам қай уақытта бақытты дегенде бір кісі мынандай не берген екен, анықтама. Адам үйінен жұмысына қарай асығатындай жұмысы болса, жұмысынан үйіне қарай асығатындай үйі отбасы болса, сол адам бақытты деп. Аллаға шүкір, менде екеуі де бар. Сондықтан мен бақыттымын. Мен шәкірттерім бар. Менің жаңағы отбасым, бала-шағам, менің істеп жүрген жұмысым бар. Қазіргі жастарға, болашақ ғалымдарға қандай кеңес берер едіңіз? Мақсат қою керек. Қазіргі жастарға мен өзім кез келген нәрседе мен
мен жаңа айтып отырмын ғой, мен бір нәрсеге мақсат қойып, мен соны істеймін десем, сол істеуге болатынына мен әбден көзім жеткен. Мен мақсат қойсам, мен соны істеуге тырысамын, ұйықтамасам да. Мен мысалы кезінде маған қорғау, кейін қорғау, мен айттым ғой жаңа, атам жібермей қойды, сол кезде жағдайларды болмады деп. Бірақ менің жолдасыма рахмет, қорға мейлі, мен сенің жағдайын жасаймын деді. Жағдайын жасағанда ол кісі азаннан кешке дейін енді жұмысы болғаннан кейін, қызметі болғандықтан жұмыста болды. Бірақ сол кезде мен бала шағама кішкене қарасты. Мен 3 баламен, қолдау білдірді. Мен 3 баламен маған қорғау оңай болған жоқ. Мен жұмысымды тастаған жоқпын. 3 балам болды кішкене, жолдасының жағдайын жасауым керек болды. Сол кезде мен не істейтін едім? Мен барлық жұмысты бітіріп, түнгі сағат 11-де бәрін, 12-де бәрін жатқызып, 12-де мен отыратын едім. Немесе ұйықтайтын едім, таңертең 4-те тұратын едім. Менің сағат 4-те тұрып, сағат 8-ге дейін, 7:30-ға дейін мен жұмыс істеймін. Мен жұмыс істейтін уақытым, сол-ақ менде уақыт болды. Бірақ мен соны жазып, қорғап, үдесінен шықтым. Одан кейін мен жаңағы әртүрлі институттарға барғанда маған не қалаған пәнді бере қоймайды ғой. Әртүрлі пән береді, қайтадан қанша есептерді меңгеру үшін, онда да мен таңертең бала шағам бәрі ұйықтап жатқан кезде сағат 4-терде будильник қойып қоямын, 4-терде тұрып лекцияға дайындаламын. 4-терде тұрып жаңа есептерімді шығарып отырып, сол маған әдет болды. Содан кейін жаңағы айтып отырмын ғой, бағдарламалар ұтып алған кезде де жаңағы тіл білу керек болып жатты, мысалы түрік тілін білу керек болып жатты. Мен мақсат қойдым, мен түрік тілін біліп шығамын деп. Біліп шықтым, жаңағы алдым. Одан кейін ағылшын тілде дәл сондай болды. Мен медициналық академия бар, мына жерде мен ол жерге барғым келмеді, бірақ басқа жерде жұмыс болмағаннан кейін мен сол жерге бардым. Сол кезде маған тағы да биофизика, мысалы өтпеген, болмаса биостатистика деген сабақтарды берді. Жаңағы ICT, жаңағы информатика, ақпараттық коммуникациялық технологияларды ағылшын тілінде меңгердім. Олардың бәрін меңгерген былай тұрсын, сосын Индияның студенттері келгенде бірінші сіз аласыз деп тағы да маған берді. Енді оны алғаннан кейін жаңағы TOEFL алуыңыз керек деп. Соның бәрін мен енді жасым жақындаса да, бірақ мен мақсат қойдым, соны алам дедім, мен соған жеттім. Яғни мен жастарға айтар едім, алдыңа мақсат қою керек. Сол мақсатқа жету үшін барлық мүмкіндікті пайдалану керек. Сол кезде кез келген мақсатына жетеді деп ойлаймын. Мен соған көзім жеткен адаммын осы уақытқа дейін. Бүгінгі сұхбатыңызға рахмет. Қазір еске қысқаша тұрақтай қоямын, ал сіз оған бір сөзбен жауап берсеңіз. Бірінші сұрағымыз, сіздің сүйікті кітабыңыз? Так, менің сүйікті кітабым Абай жолы. Ғылымдағы кумиріңіз кім? Ғылымдағы кумирім мен Аққошқарова Құралай Ахметовна деген өзімнің диплом жетекшім болды. Ол кісінің анасы алғашқы қазақ академик әйел болған, естідім. Сол кісі менің кумирім болды. Ол кісінің жаңағы ғылымға деген жаңағы өзінің ұстанымы болды, сондай әйел адам ретінде де сондай бір керемет адам болды. Сол адамгершілігі өте жоғары деңгейде болды. Сол кісі менің кумирім. Одан кейін менің кумирім жаңағы Сәрсенбинов деген өзіміздің деканымыз болды. Өте керемет ғалымдар. Сол өзімнің көптеген ұстаздарымды өзіме кумир деп санаймын мен. Болды. Егер сіз ғалым болмасаңыз, кім болар едіңіз? Ғалым болмасам? Жаңа айттым ғой, мен жас кезімде сол әртіс болуды қалаған, бірақ енді әртіс жоқ, мен осы бәрі ұстаздық еткен дұрыс шығар деп ойлаймын. Ұстаз болар ма едім, ғалым болмасам жай ғана. Таңертеңгі алғашқы әдетіңіз қандай? Таңертеңгі алғашқы әдетім үйдің шаруасы. Тұрамын, жаңағы суымды ішемін, бірақ міндетті түрде 2 стакан жылы суымды ішіп аламын. Одан кейін барып жаңағы басқа ас даярлаймын, үйді жинаймын дегендей. Одан кейін жұмысқа дайындаламын. Өміріңіздегі ең үлкен жетістік деп не айтар едіңіз? Так, өмірімдегі ең үлкен жетістігім бұл менің отбасым бәрібір. Ең үлкен өкінішіңіз бар ма?
өкінішім бар деп айтпай ақ қояйын. Бар, бірақ ол менің әке шешеме қатысты. Кезінде мен сол анама сондай бір үлкен бір қызмет көрсете алмадым ау деген бір өкініш бар. Енді өзіңізді сіз 3 қасиетпен сипаттасаңыз. Өзімді мен көп жағдайда әділетсіздікке төзбеймін. Мен енді сәл әділетсіздік көрсем, сол әділетсіз көрген адаммен мен қайтып сөйлесе алмай қаламын. Сондай бір дұрыс емес. Мүмкін дұрыс емес шығар, мүмкін жаңағы не шығар, бірақ уже мен отношениямды бірден үземін. Ол дұрыс қасиет па, дұрыс емес қасиет па мен білмедім. Одан кейінгі қасиетім мейірімді шығармын. Оны енді басқалар айтады, бірақ мейірімділік көп жағдайда жаңағы мейірімділік жасауға болмайды деп тұрған жағдайда кейде студенттерге де мейірімділік жасап қоятын жерлерім бар. Яғни мынаған енді болмайды, екі қою керек деп тұрған жағдайда мен бірақ жаңағы қойып жіберемін, мейірімділікке басамын. Сол 3-ші қасиетім менің жаңағы айтып отырмын ғой, егер мен алдыма мақсат қоя алсам, мен соған тырысамын. Қандай дейді оны? Мақсатқа қарай жүретін адаммын. Мақсат қоюым керек, мен мақсат қойсам, бірақ мен соған жетуге тырысамын. Қайсарлығыңыз бар, иә? Менде бар қайсарлық. Енді қазіргі таңда сіздің алдыңызға қойған мақсатыңыз қандай? Енді мен алдыға қойған мақсатым, мен мысалы кафедрамызда үлкен кісілер жұмыс жасап жатыр. Алматов Жүсіп ағай, Әзірет ағай, Нәлтаев, Рамазанова Саракзанова, мысалға сол кісілерге қарап мен таң қаламын. Сол кісілердің әлі мысалға Әзірет ағай мен жаңа Жүсіп ағайда бір юмор бар, өмірге деген юмормен 90-ға қарай келе жатыр, 80-ді жаңағы еңсеріп дейді ма, 90-ға қарай келе жатыр. Қандай бір сондай Саракзанова да бір өмірге деген бір ынта бар ол кісілерде. Содан кейін шығар олар біздің арамызда әлі жүгіріп жүр. Енді мен үлкен бір ғылымды бір сондай бір керемет жаңалық ашып тастайын демеймін. Мен енді алға қойған мақсатым менің жаңағы осы деңгейімнен түсіп қалмай, денсаулығымды күтсем, адамгершілігімді жоғалтпасам алдада. Сол мен бала-шаға немерелеріме әлде де мен жаңағы шапағатымды тигізсем. Сол менің мақсатым. Енді жастарға бір ауыз кеңесіңіз. Жастарға бір ауыз кеңесім, тағы да айтам, мақсат, өмірге мақсат қою керек. Сол мақсатқа жетуді армандау керек. Бүгін уақытты өткізіп алса, ертең ол уақыт қайтып келмейді. Мен енді 60-ға келіп отыр, мен жас емеспін ғой, көп нәрсені былай сараптап, былай қараған кезде қараймын. Жаңа кезінде оқысы келмей, қашып, жаңа жалқаулыққа салынып, жаңағы неғылған балдар қазір енді көбісі ешқандай жаңағы жетістікке жетпей, тамағында асырай алмай отырған жастарымыз, үлкен кісілер қазір жетеді, кезінде біздермен қатар оқып. Ал енді кезінде өзінше талпынып, әйтеуір жетістікке жетем. Ол міндетті түрде ол жоғарғы оқу орны емес, бір әйтеуір бір салада тұрмысып, жаңағы бір еңбектенген адам, ол бәрібір өз бала-шағасын асырап, өз күнін көріп жүр. Соған әбден көзім жетті, жалқаулықты қою керек. Мен өзім де біраз жалқаулық жасап қойған кездерім бар. Мен айтпаймын, мен керемет сондай жалқаулық жасап, біраз нәрсені упускать етіп қойған жерлерім бар. Сол үшін мүмкін демалу да керек шығар адамға. Жалқаулықты бәрібір бақа бір деңгейге жеткенше сырт қоя тұру керек. Енді біз сол кафедра мүшелеріне оралсақ, каждый кафедра оқытушыларына өзіңіз қысқаша айтып кетсеңіз, сіз ойыңызды, сіз оны қалайдан, қай жағынан танисыз? Енді мен жаңа айттым ғой, мен енді бұл жерге 20-шы жылы келдім. Мен Қазақстанда демей ақ қояйын, осы жаңағы оңтүстік өңірдегі барлық жоғарғы оқу орнында жұмыс істеп шықтым. Ол менің бір нем емес, бір өзім капризімнен емес, неден емес, жаңа отбасылық жағдайына байланысты.
Одан кейін жаңағы Қазақтар университетіне кеттім, отбасылық жағдайына байланысты мен мысалға ауылыма кетуімізге елімізге кетуімізге тура келді. Сол жағдайға байланысты қайтып келген кезде уже жаңағы қалаған жерімде тағы да жұмыс орын болмай қалған жағдайына байланысты енді мен қай жерде мені жұмысқа келе қойыңыз деді, мен сол жерде барып жұмыс істеуіме тура келді. Сонда енді мен салыстырғанда енді 20 жыл келдім. Содан бері мен Әзірет ағаймен мысалға бұрын да жұмыс қызметтес болған қазаққа жаңағы оңтүстік қазақстан мемлекеттік университеті болды ғой, өз атындағы, сол жерде істеп жүрген кезде сол кісінің жаңағы айтып отырмын ғой, әлемге деген бір, өмірге деген бір қызығушылығы бар ол кісінің. Ол еш уақытта бір ренжіп жүргенін көрмейсің. Әйел затына әрдайым бір жаңағы бір жақсы, приятный нәрсе жасауға жаңағы нетеді. Сол кісі бар, мына Жүсіп ағайымыз бар, жаңа айтып кеттім. Ол кісіді міндетті түрде мынандай жерден көріп, кішіпейілді көріп, үлкен кісі келіп, қолыңды алып, жағдайының бәрін сұрап, ол да бір үлкен бір кішіпейілділік, ол да бір адамға деген сондай бір күш жігер беретін нәрсе. Сараң жағынан мысалға бір жерде жүріп, қанша жерден жұмыс жасап жатыр. Одан кейін қазір жастарға да көріп қуанамын мен. Жастардан көп жұмыс жасайтын жастар біздерде қазір. Баянға көп рахмет. Баян үлкендерді қатты құрметтейді. Мен соны көріп отырмын. Бірақ жастарға жұмысты істетеді. Сол мен дұрыс деп ойлаймын. Жастар жұмыс істеп пісу керек. Мен енді бірінші мен жұмыс істеген кезде біздерде бір ставкамыз 1000 сағат болатын. 1000 сағат. Сол 1000 сағатты істейтінбіз. Одан кейін жаңа бұрын үлкен кісілер ана істейтінбіз, мына істейтінбіз десе, мен де түсінбейтін едім, неге олай деп. На самом деле, мысалы мен мына жаңағы әуезов университетте істеп жүрген кезде, жас кезімде, кешкі оқу деген болатын. Сырттан оқу дейтін болатын, күндізгі оқу дейтін болатын. Таңертең 8-дегі сабаққа келсек, кешкі 8-де тағы сабағымыз болып жататын. Жаңа кешкі неде. Олар кімді қояды, жастарды қоятын ол кезде. Соның бәрінен өткен адамдармыз, сондықтан Баянның жастарға деген, үлкендерге деген жасап отырған жаңағы алдарына қойып отырған міндеттері өте дұрыс деп ойлаймын. Баянда өте көп ізденеді. Кафедрамызға жаңағы келді ғой, Фаризалар бар, Елмира күндіз көп жұмыстан қашпайды, Елмираны да көріп отырмын. Ол да бала шағасы кішкентай емдейтіндей қызмен кеше болашаққа барып келді. Оған мысалға сол тырысып жұмыс жасайды. Өздерінің бәрін қашан әйтеуір жұмыс істеп отыратындар. Сондықтан жұмыстан қашпау керек қазір. Қазір пісіп алса олар, алға мақсаттарың орындалса, одан артық бақыт жоқ. Апай, сіздің хоббиіңіз, сүйікті ісіңіз қандай? Менің хоббиім қазір мен гүл өсіремін. Гүл өсіргендерді жақсы көремін. Орхидея деген гүлмен де қазір сонымен көп айналысамын. Өйткені мен гүлдерді көргенде гүлдермен мен энергия аламын. Мен жаңағы бос уақытында не істейсің дейді ғой. Бос уақытында сол үйде гүлдерім көп, соларға кішкене қарап, сол менің қазір хоббиім. Ал енді жас кезінде хобби көп болды ғой, жаңағы кітап оқыдық деді, кітапты жатқа оқыдық. Одан кейін мен тоқитын едім. Көп жаңағы киімдер тоқитын едім. Ол кезде мысалы дүкендерде қазіргідей шамсыз тұрған киім жоқ қой, киім жоқ. Сонда Бурда деген журналдар болатын, Крестьянка деген журналдар болатын, соларға қарап, жаңағы әртүрлі киімдерді өзіміз тоқып, тігіп, сол жасайтын едік сондай. Солар бір кездер сол хобби болды. Хобби деген өзгеріп тұрады екен негізі. Қазір тәттілердің бәрі дүкендерде тұр. Біз кезінде бәріміз дәптерге неше түрлі жаңағы рецепттерді дәптерге жазып, немесе бір кітаптарды тауып алып, мынадай дәптерлеріміз жаңа рецепттер тұрады. Пісіретінбіз, әртүрлі нәрсені пісіретін едік. Ол да кетті, қазір пісіре алмаймыз. Бір кездері сол мен спортқа қызықсыз? мен жаңа айттым ғой, жас кезімізде судың жағасында өстік деп, жүзуді жақсы көретін едім. Мен университетте жүргенде де, одан кейін МГУ-дың үлкен жаңағы несінде үлкен бассейн болатын, жүзетін. Сол жерде жүзуді, әлде де жүзуге тұрсам, жүземін. Сол менің бар хоббиім, қазір сол гүл өсіру. Алматов Жүсіп ағай туралы өз ойыңызды айтсаңыз.
Алматы Жүсіп ағай өте кішіпейіл. Сосын өзіндік юмор бар. Ол кісі өлең жазады. Физиктер, лириктер дейді ғой. Сол жаңағы жазатын өлеңі бар. Маған Алматы ағайдың сол өмірге деген құштарлығы қатты ұнайды. 90-ға жақындаса да, міне сондай өте позитивный адам. Енді Нәлтаев Әзірет ағай туралы жаңа бірақ айтып жаңағы студенттермен неғылады деп. Енді Әзірет ағайды мен жас кезімнен танимын. Жаңағы Мұхтар Әуезов университетінде бірге жұмыс жасағанбыз. Бұл кісі де өте жаңағы көп ашуланғанын көрген емеспін. Осы уақытқа дейін бір ашу шақырып біреумен бір нетіп жатқанын, сөзге келіп жатқанын көрген емеспін. Одан кейін бұл кісінің жаңағы әдемі тоже юморлары бар. Одан кейін әйел затына деген әдемі әрдайым әйелдер қуантатындай бір комплименттер жасап отыратын сондай бір жақсы жағдайы, жақсы істері бар. Сол маған ұнайды. Енді Рамазанова Сара апай туралы өз ойыңызды айтсаңыз. Рамазанова апайымыз Сарагзамовна, ол кісінің де жастарға үйретер көп қой. Мысалы бір жерде қанша жылдан бері тапжылмай жұмыс жасап келе жатыр. Оған да бір күш-жігер керек шығар. Одан кейін міне бір қандай сондай тәртіпке өте жаңағы ден қоятын адам. Жаңағы қай уақытта болсын, алдымен кездесу болсын, жаңағы жиналыс болсын, алдымен жаңағы келіп дайын отырады әрдайым. Істерін әрдайым тап-тұйнақтай, тиянақты. Сол көп оқиды, көп ізденеді Сарагзамовнада. Жаңағы көп біледі деп ойлаймын. Ол жаңағы физикаға қатысты да, физикадан бөлек те көп дүниелерді біледі. Аспан әлемімен айналысады, аспан әлеміне мен де қызығамын дегенде, Сарагзамовна сондай жақсы қасиеттері бар. Қазір мысалы балдарға көп қолдау көрсетеді. Төребай ағай туралы өз ойыңызды айтсаңыз. Енді Төребай ағаймен біз енді жолдасыммен бір ауылда өскен. Ол кісі менің жаңағы атамыз айттым ғой, қаталдау кісі болған. Сол кісіден тоже тәлім тәрбие алған. Ол кісімен сол Қазақ-Түрік университетінде жұмыс жасап жүрген кезде бірге қызмет жасадық. Одан кейін былтырдан бері бізде жұмыс жасап жатыр. Ақкөңіл, қарапайым, сондай кісі деп сипаттай аламын кісіні. Енді Әбдірахманова Хадиша апай туралы өз ойыңызды айтсаңыз. Бұл Әбдірахманова Хадиша Кеңесхановнаны мен жас кезімнен танимын. Ол кісімен де сол Мұхтар Әуезов университетінде бірге жұмыс жасағанбыз. Бұл кісі өте істеген адам. Көп ізденеді, жаңағы алдына ол кісі де мақсат қойса, түнімен күнімен ұйықтамай, тамақты да ішпей, жаңағы сол өзінің жұмысын бітіріп шығуға тырысатын сондай жаңағы. Мен еңбекқор адам, өте еңбекқор адам деп сипаттай аламын ол кісіні. Уәлиханова Баян апай туралы айтсаңыз. Баян енді креативный адам ғой. Баян өзімізде, мен Қазақ-Түрік университетінде істеп жүрген кезде Баянды сол жерден білемін, біздің докторантымыз болды. Ол кезде тапсырма берсең тап-тұйнақтай бірінші орындап қоятын еді. Көп жұмыс жасайтын сол кездің өзінде докторанттардың ішінде басқа докторанттар басқаша болды. Баян жаңағы постоянно сол кафедрада жүріп, кафедрадан шықпай жұмыс істейтін. Сол әлде де сол жаңағы көп ізденеді Баянда. Көп нәрсе бұл Баянда жаңағы физикадан бөлек те хоббилар да көп, жаңағы өзінің ізденістері де көп. Сондықтан Баян өте жан-жақты деп ойлаймын. Қожабекова Эльмира апай туралы айтсаңыз. Қожабекова Эльмира, ол кісі енді жас қой. Ол да жаңағы бір жағында отбасын, бір жағынан жаңағы жұмыстан қашпайды. Қандай жұмыс берсең де жұмыстан қашып, мен мынаны істемеймін деген көрген емеспін. Енді кезінде Баянның неған кезде осы жерде басшылық қызметте отырғанда да, енді мен Эльмираны тек жақсы жағынан сипаттай аламын, деген тапсырманы орындап шығады. Жаңағы ештеңеге қарамай, берген тапсырманы орындап шығуға тырысады. Сол еңбекқор. Құлжанов Ақылбек туралы айтсаңыз. Құлжанов Ақылбек жаңа айттым ғой, мен студент кезінде өшіресің ғой. Құлжанов Ақылбек туралы айтсаңыз.
Ақылбек ол менің студентім. Мен осы жерге ауысып келген кезде ол 4-ші курста оқиды екен ол балалар. Өте бір ізденімпаз бала, жан жақты маған. Мінезі де бір қалыпты. Сол маған апай жетекші болыңыз дипломға деп келді. Одан кейін магистрлік жетекшілікке де алды. Сол кезде мен енді ол баланы жақсы танып білдім. Өте еңбекқор бұл да. Өте еңбекқор, өте ізденісі де көп, жан жақты бала. Коллектив ретінде енді осы жерде мен Баянға айттым, Баян осы жігіттен жақсы бір маман шығады, өйткені жақсы физик шығады, бұл баланы жібермеу керек бұларды деп жаңағы осы баланы, сосын мен тағы бір Аян деген магистрантым болған, сол екеуі өте жақсы балалар жұмысқа алайық деп біраз орындар бар еді. Бұны Баян өзі де байқап көрген болу керек. Мен жаңағы болашаққа жүргенде екеуін де жұмысқа алыпты. Рахмет. Бұл балдардың Ақылбектен мен үлкен үміт күтемін. Болашағы зор бала. Егер осы бетінен таймау керек. Керімтай Әлішер, мен енді оны сол магистрлік жетекші болдым, магистрлік жұмысына. Еңбекқор бала. Үндемей жүреді, бірақ жаңағы үндемей жүріп, жұмысының бәрін бітіріп жүреді. Бір жұмыс істесе ол соны тап-тұйнақтай етіп істеуге тырысатын бала. Жастардың бәрінен үміт күтеміз. Жастардың бәрінен Әлішерге де тілейтінім, Құда қаласа докторантураға түсіп, Ақылбек докторантураға түсетініне мен 100% кепілдік бере аламын. Екеуі де сол ары қарай осы біз келелерге әріптес болып, жаңағы жұмыс жасай берсе деген тілегім бар оларға. Енді сені де мен жаңа студент кезде білемін ғой. Ол кезде онлайн сабақ болды, онлайн кезінде. Енді онлайн кезінде бәрін көріп біле алмайсың, ана жерде көп адамның ішінде. Бірақ жаңағы сен өзгеше бір көрініп тұратын едің, сол жас студенттің елінде райым жанар деп сол кезде мен есімде қалғансың. Содан бері бізге әріптес болдың. Сол әріптес болып жүрген кезде өте ақ көңілсің. Үлкендерге ізетің жаңағы жоғары, сол жағынан маған сол мінезден қатты ұнайды. Сосын сен де тек қана не қоймаймын, қазір интервьюді қалай алып отырсың, жан жақты мысалы тіл біліп, тіл ізденіп жүргеніңді білемін, тілдерді, әдебиетті көп оқығанды жақсы көремін. Сондықтан сен де жан жақты бір ондай білімді қыз болады деп ойлаймын. Білімді маман болып деп ойлаймын енді. Сондай бір жақсы қысың деп қояйын.